Гүлмира Әшірбекованың туындысынан. Кісіге жақсылық жасап көрдіңдер ме? Деп сұрады бір кісі жанында отырғандарға қарап. Жасап жүрген шығармыз деген дауыс әр жерден шықты. Бірақ ешкімде нақты сеніммен айтқан жоқ. Шынымды айтқанда, тосымнан қойылған сұраққа нақты жауап бере алмай тосырқап қалдық. Отырғандардың бәрі де іштей кімге, қашан, не жақсылық жасаған ойлап кеткені рас. Бізден дені дұрыс жауап болмаған соң ол кісі: жарайды, жақсылық жасау дегенді қалай түсінеміз? Не ол деп сұрағын нақтылады. Қиналған адамға көмектесу, дедім, бәрінен бұрын жауап бергеніме мәз болып. Көмектесу басқа нәрсе, екеуін шатастырма. Қиналғанға қол ұшын беру, ол сенің міндетің, дегенде екілік алған оқушыдай көңілім пәсейіп қалды. Ана кісінің отты жанары өң ойымнан өтіп барады. Құдай-ау, жақсылық жасамақ тұрмақ, оның не екенін де білмейді екенбіз ғой деп ойланғаным сол екен. Бүкіл өмірім зая кеткендей, көңілім құлазып сала берді. Бәріміз үндемей қалдық. Әлгі кісі: мәселен, мен көз көрмейтін ғарып жанмын делік, деп үнсіздікті бұзды. Жол жиегінде өте алмай тұрмын. Не істейсіңдер? Біздің өткізіп жібереміз деген жауабымызға ол: өткізіп жіберуге міндеттісіңдер. Оны жақсылық жасадым деп ойламаңдар, деді. Сонда жақсылық деген не? Жарайды, енді қиналып кеттіңдер ғой. Сұрақты басқаша қояйыншы. Мамандықтарың не? Дәрігер, деп қалды арамыздағы біреу. Дәрігер? Алдыңа ауырып келген адамға не істейсің? Емдеймін. Ол сенің міндетің емес пе? Иә, емдеу дәрігерлік міндетің. Қиналғанға көмектесу адамдық борышың. Яғни ол да міндетің. Сонда жақсылық деген не болды? Тағы да тосылдық. Үлкен адамдар болсақ та, ұсақ тек көрінетін сұраққа жауап таба алмай қиналып кеткенімізді көрмейсіз бе? Тіпті ойлана алмайтын да болып қалғанбыз ба? Осы кезде дәрігер: кісіге жылы сөйлеп, көңілін көтеру деп еді. Ана кісі: әкелші қолды, деді, жас балаша мәз болып. Сұрақтың жауабы табылдау әйтеуір. Үстімізден 10 тонна жүк түскендей, бәрімізде бір пәсте жеңілдеп сала бердік. Ағамыз әңгімесін әрі жалғады. Кісінің көңілін тауып сөйлеу соншалықты қиын емес. Бірақ соның өзін жасамаймыз ғой біз. Реті келсе бетін қайтарып, екінші рет сөйлетпейтін де етіп тастауға тырысамыз. Сөзінің жаны бар деп ойладым. Өзгелерді былай қойғанда, еркелей, мойнымызға асылған балаларымызды да итеріп тастаймыз ғой кейде. Бір ауыз жылы сөзімізді қимай, қанша жақын жандардың көңілін жараладық екен. Өзімізден басқаны көрмейтін, естімейтін болып барамыз ба, қалай? Жақсы сөз жарым ырыс, жылы сөз жан семіртеді деген қазақтың ұрпағы емеспіз бе? Ендеше бір-бірімізге жақсы сөзімізді арнап жүрейік. Бәрімізге атқан күннен мол табыс, зор қуаныш тілеймін.